Ассалаумалейкум, құрметті балалар, ағайын, достар. Мен Ануар Ағдаулет. Академия Лайт әліпби менен байланысты, жаңа әліпби менен байланысты сайтпенен сіздерді таныстыра берейін. Конструктор, құраушы. Егер сіз бір ғылыми маман болсаңыз, бір институтта істесеңіз, не болмаса өзіңіз үйде отырып әліпби, өзіңіздің әліпбиіңіз бар, не болмаса құрастырғыңыз келетін болса, жай қызығып болса да осы сайтты ашып, AC-Light ашасыз, төменде сілтемені жіберейін, ішіне кіресіз. Ол сайт интернет істеп тұрса ашылады, смартфоннан да ашылады. Сонда білесіз ғой, мынау оң жақтағы түймелер, үшіншісі қай әріппенен тересіз. Мысалы, сіз кирилл әріппенен тересіз, ал аударасыз өзіңіздің әліпбиіңізге. Мынау сіз деген өзіңіз әліпби. Қазір мен мысал абай жолы мына жерде тұр ғой, мысал, ең соңғы абай жолы. Абай жолыны аударады. Мысалы, қазіргі ресми қолданып жүрген латын әліпбиге аударады. Мінекей, 3 күндік жолдың жоғары жақта жазылып тұр. Төмен жақта терілді, жоғары жақтағы терезеге аударылды. Ал сізге өзіңіздің әліпбиіңіз керек. Өзіңіз әліпбиге, онда сіз мына жақта, мен көрдіңіз бе, бастым жоғарыдағы ең жоғарыдағы 10 жақтағы түймені бастым. Сосын сіз деген төмендегі таңдау бар. Бассаңыз, мына жерде кесте шығады. Қандай әліпбиге, кирилл әліпбиге қандай сәйкесті әліпби, латын әліпби болуға тиісті. Енді қазір мысал мен мына жерде аламда, мүлдем мүмкін емес секілді көрінетін мысалды аламда, S-тің орнына, көрдіңіз ба, мен алам арабшасын. Қазір арабша тұрса, арабшаны бұл орысша болды, кириллше S, арабша S болды. Енді аударып көреміз. Мына жерде бассаңыз, 2 рет бассаңыз да болады. Мінекей, 3 күндік жолдың бүгін соңғы S, енді S араб әліпбименен болды, ауыстырды. Егер келесі осы әліпбині, кестені сақтағыңыз келсе, келесі рет қайтадан қолдануға, сонда мынау C-ні басасыз, ол копия деп. Мынау мәтінді еске сақталынады, және де келесі рет қайтадан кірсеңіз, мысалы, сайтқа сіз деп таңдасаңыз, мынау жерде мінекей көріп тұрсыз ғой, S тұр. Сіз таңдаған S болып тұра береді. Түсінесіз ғой, ары қарай өзіңізді жалғастыра бересіз. Енді қазір не істеу болады? Қазір егер кирилл әріпбиімен кириллше бір нәрсе терсемді, мысалы, кириллшеге ауыстырып көрейін. Қазір қандай мінекей А кетті. Сосын кейін бұрын ат жаздым. Көрдіңіз ба? Сіздің сосын кейін С-ні қосамыз, бұрынғы S-ті. Орысша S-ті қоса, мына жерде сіздің таңдаған S болып шықты. Сіздің әліпбиіңіз мінекей дап-дайын қолдануға. Сосын кейін көрсетесіз, елге көрсетесіз ба, мақала жазасыз ба, мәтінде, білесіз ғой, мәтінде бір кітапты аударасыз ба, көрсетесіз. Мінекей, менің әліпбиім осындай деп айтпақшы, мына жерде төл болып байқап тұрасыз. Сізді таңдасаңыз, мінекей, сіздің әліпбиіңіз осындай деп айта аласыз. Жақсы ма? Бұл енді құраушы, әліпби құраушы, көмекші, сондай құрал. Айтпақша, егерде әліпбилерден
Сізге әліппелердің қандай, әріптердің қандай керек болса, мына жерде теру керексіз, іздегенсіз Unicode деген ол компьютерда бар болған Unicode деп терсеңіз, Unicode list деп, Unicode table деген болсын, Unicode list деп тізбегі мінекей менде кірген list of Unicode characters деп кірсеңіз, бұл жерде табасыз өзіңізге керекті, мысалы негізгі латын, қосымша алатын, мысалы қосымша алатындарды мінекей түрлі әріптерді көріп жатсыз, сізге қандай керек. Мысалы аласыз да бұл жерден көшіріп аласыз, қандай әріп сіздерге керек. Осылай қарап, іздеп қарастырасыз. Аласыз да мына жерден көшіріп аласыз. Мысалы мына осындай әріпке көшіріп аласыз. Кейін мынау сайтқа, мынау кестеге қоясыз. Тек қана мен байқағанмын, оны қойғанда бірінші мына жерге қойып, кейін мына кестеге қоясыз. Әйтпесе бір тағы да қосымша бір сөздері шығады. Тікелей қосқанда кері уақытта солай болып шығады. Өзіңіз табасыз жолдарын, иә? Жақсы. Іске сәт, сондай енді ойыншық ретінде де қолдану болады. Жақсы, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум.